Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoatul muslimin. Allah subhanahu wa ta'alaға сансыз шүкірлер болсын. Мына және бір апта өтіп, сәрсенбілік сабағымызға жеткізді. Алла Тағала сол сәрсенбілік сабақты бізге берекелі етіп, сіңімді етсін, жүрегімізге қонымды болуын нәсіп етсін. Және де сол естіген аят, хадис, өсиетті өнегелі сөздерге амал етуімізді Алла нәсіп қылсын. Құрметті жамағат, біз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның жеке өзіне қатысты болған мәселелер имамы Тирмизи рахматулла алейхтің Шамаил Мұхаммадия кітабын өтіп жатқан едік. Пайғамбар алейхиссаламның болмысы, пайғамбар алейхиссаламның жаратылыс, яғни бет бейнесі, түр тұлғасы, пайғамбар алейхиссаламның мінез құлқы жайында, яғни жазылған кітап. Яғни соны біз пайғамбар алейхиссаламның жалпы өзіне қатысты болған сипаттарына үйреніп келіп, өткен сабақтан бастап біз, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өтуі, яғни тақырыбына келгенбіз. Сол сабақта да біз айтып өттік, яғни пайғамбар алейхиссалам хадис шерифтерінің бірінде айтып өткені, егер кімде-кімнің басына бір қайғы келетін болса, бір ауыртпашылық түсетін болса, онда менің дүниеден өтуімді, яғни пайғамбар алейхиссаламның дүниеден өткендігіне есіне алсын деген мағынадағы айтқан хадисі. Өйткені, құрметті жамағат, мұсылман пенде үшін мына дүниеде пайғамбар алейхиссаламды, яғни пайғамбар алейхиссаламнан айырылу ең үлкен қайғы болып есептеледі деген. Сондықтан да, құрметті жамағат, өткен сабақта біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кесел болуы, пайғамбар алейхиссаламның, құрметті жамағат, қайсы күні дүниеден өткендігі жайында хадистерді үйрендік. Яғни сол хадистерде пайғамбар алейхиссалам жалпы сапар айында, яғни сапар айының соңғы күндерінде ауырып қалғандығы, басына ауру келгендігі, соның арқасында, құрметті жамағат, бір 12 күн, кейбір риуаяттарда 14 күн деп келеді. Яғни сол дерт шалғандығы, сол Рабиул Ауал айының дүйсенбі күні. Енді көпшілік ғалымдардың айтуы бойынша 12-ші дүйсенбі деп айтылады. Хадис ғалымдардың айтуы бойынша 2-ші, яғни Рабиул Ауал деп айтылады. Жалпы сол Рабиул Ауал айының дүйсенбі күні дүниеден өткендігі. Және де, құрметті жамағат, сол дүйсенбі күні дүниеден өткеннен кейін сейсенбі күні кешке қарай деп айтылады, немесе сәрсенбі күнгі түні, сәрсенбінің түні деп. Өйткені білесіздер, хижри, яғни мынау қамари жыл бойынша, яғни ай есебі бойынша түн бірінші келеді, яғни бірінші келген түн кейінгі күннің түні болып есептеледі. Сондықтан да сәрсенбінің түні, яғни бұл сейсенбі мен сәрсенбіге өтер түн болып есептеледі. Яғни сол түнде пайғамбар алейхиссаламның жерленгендігі жайындағы хадистерді, яғни оқып өттік. Бүгінгі, құрметті жамағат, өтетін хадисіміз ұзындау хадис. Салим бин Убайд разияллаху анхудан келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өліміне себеп болған, яғни кеселдік келгенде есінен танып, яғни өзіні білмей қалды дейді. Кейін, өзіне келгеннен кейін намаз уақыты болды ма деп сұрады. Жанында әзір болғандар, иә, намаз уақыты болды деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Билалға айтыңдар, азан айтсын. Абу Бәкірге айтыңдар, имам болып адамдардың намазын оқып берсін деді. Енді бұл жерде, құрметті жамағат, араби кәлимасы, яғни денесінде, сөздігінде адамдармен, яғни деп оқса да болады, адамдарға деп оқса да болады.
Яғни адамдарға оқып берсін десе, онда ол имамдық қылып оқып берсін деген мағына. Адамдармен деген болса, онда бірге оқысын. Бірақ былайша алып қарасаңыз, екеуі де бір мағына. Екеуі де бірдей мағына береді. Яғни сол адамдарға имам болып, біргелікте жамағатпен намаз оқысын деген мағына. Бұл сөзді айтып, және, яғни есінен танып, яғни өзінен кетті. Және есіне келіп, яғни өзіне келген кезде, есін жинап өзіне келген кезде, намаз уақыты болды ма деп сұрады. Әзір болғандар ия деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Билалға айтыңдар, азан айтсын. Абу Бәкірге айтыңдар, имам болып, адамдарға намаз оқып берсін деді. Сонда Айша разияллаху анха анамыз айтты: Я Расулулла, менің әкем өте көңілшек, яғни көңілі бос адам. Сіздің орныңызда жоқ болғандығыны көрсе, жылап намаз оқып бере алмай қалады. Яғни намазды жалғастыра алмай қалады. Басқа бір кісіге бұйырсаңыз деді. Басқа бір кісіні, яғни имамдыққа намаз оқып беруге бұйырсаңыз деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам және өзінен кетіп, яғни есінен танып қалды. Өзіне келгеннен кейін айтты дейді. Билалға айтыңдар, азан айтсын. Және Абу Бәкірге айтыңдар, имам болып, халықтың намазын оқып берсін. Кейін Айша разияллаху анха анамызға қарап айтты дейді. Сіздер Юсуф алейхиссаламның сахабиялары, яғни сахабия дегені әйел кісілерге айтылады. Яғни Юсуф алейхиссаламның әйелдері секілдісіздер деді. Кейін Билал разияллаху анхуға азан үшін бұйрық берді, яғни берілді, азан айтылды, және Абу Бәкір разияллаху анхуға айтылды, яғни бұйырылды, адамдарға имамдық жасап намаз оқып берді дейді. Жұма түнінде Иша, яғни құптан намазы. Жұма түнінің құптаннан бастап дүйсенбі күнінің бамдатқа дейін жалпы 17 намазды Абу Бәкір, яғни имамдық етіп ада қылды, яғни оқып берді. Кеселдік уақытында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біраз түзелгендей, яғни жақсы болып қалғандай болды. Яғни болды деп айтылды. Қараңдар, яғни бұл жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйеп мешітке алып баратын адам бар мекен деп айтты дейді. Яғни өзі көңіліне түзу болғандай болған кезде Пайғамбар алейхиссалам мешітке шыққысы келіп, яғни намазға шыққысы келіп, мені мешітке алып шығатын адам бар мекен деп айтты. Сонда Айша разияллаху анха анамыздың азат еткен құлы Барира және алдында бір кісі келіп, оларға Пайғамбар алейхиссалам сүйеніп мешітке барды дейді. Енді бұл жерде, құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітке шыққандығы бұл хадисте Барира деп келіп жатыр. Айша анамыздың босатқан, азат еткен құлы. Бұл басқа риуаяттарда басқа кісілер келеді. Бірақ бұл жерде Барира келіп жатқандығы. Намаз жамағатта имам болып тұрған Абу Бәкір разияллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көріп, кейінге шегінуге, яғни мехрабтағы орынды босатпақшы болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайыңнан қозғалма деп белгі берді. Кейін Абу Бәкір разияллаху анху намазды оқып бітірді. Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол күні бұл дүниеден ақыретке өтті, яғни жан тапсырды. Барлық сахабалар
көңілсіз болды. Яғни пайғамбар алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін, жан тапсырғаннан кейін сахабалардың баршасы да көңілсіз болып қайғыға түсті. Әр қайсылары әр қандай жағдайға, яғни әр қайсысы әр түрлі хәлге, әр түрлі жағдайға түсті. Умар разияллаху анху ғажайып бір көңіл күйде айтты: егер кімде-кім пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды дүниеден өтті деген сөзді айтса, яғни кімнен естісем, мен мына қылышыммен оның басын аламын деп айтты дейді. Пайғамбар алейхиссалам, құрметті жамағат, дүниеден өткен жоқ деп, яғни Омар разияллаху анху, енді Омардың тарихында келеді, өмір тарихында, яғни өте бір қатты қол болғандығы. Сол үшін, яғни ол кісі пайғамбар алейхиссаламды өлді деп айтпаңдар деп тұрды. Сахабалар, құрметті жамағат, бұдан алдын бір пайғамбар заманын көрмеген, және ешбір пайғамбардың дүниеден өткендігіне куә болмаған, ол жайында, яғни ол жағдайда тәжірибесі жоқ. Алдыңғы пайғамбарлар кітаптарын оқымаған және естіпеген еді дейді. Сол үшін, яғни олар түрлі жағдайға түсіп қалды, яғни әр түрлі халге түсіп қалды. Соның үшін Омар разияллаху анху жария еткен сөзді баршасы тоқтады. Яғни соған дүниеден өтті деп айтуға, яғни тоқтап қалды, яғни айта алмады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтті деген сөзді айта алмағаннан баршасы үндемей қалды. Сонда сәлим айтты дейді. Баршасы маған айтты дейді. Яғни сәлим разияллаху анху, осы хадисті риуаят қылып беріп жатқан Сәлим ибн Убайд, яғни сахабалар маған айтты деді: ей сәлим, сен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы, яғни досы Абу Бәкірдің алдына барғын, және ол кісіні шақырып кел деп айтты дейді. Мен әуелі ол кісінің, яғни қай жерде екендігін білместен, яғни сол сұрастырып, яғни бардым дейді. Абу Бәкір өзінің ауылы дейді ғой, жалпы көшесі, өзінің тұратын жері, яғни сол жаққа кеткен екен. Яғни сол жақтағы кішігірім бір мешітте екен дейді. Мен жылаған және есім кірер шығарлы дейді. Яғни енді пайғамбар алейхиссаламды қайтыс болды деп оны көзімен көргеннен кейін қайғыға түсіп қалған, мұңлы болып, яғни сондай халде алдына бардым. Мені көрген уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтті ма деп сұрады дейді. Абу Бәкір, құрметті жамағат, сол жерде, яғни айтып жатқаны дүниеден өтті ма деп сезіп білгендігі. Мен айттым дейді. Хазіреті Омар кімде-кім Расулулла саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтті деген сөзді естісем кімнен, осы қылышыммен басыны кесемін деп тұр деп айттым дейді. Абу Бәкір пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның біраз түзелгендігінен кейін, яғни пайғамбар алейхиссалам түзеліп, жағы Барира деп келеді, басқа хадисте басқа сахаба келеді. Яғни сол мешітке сүйемелдеумен шыққандығына көргеннен кейін, Абу Бәкір разияллаху анху сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан өзінен, яғни рұқсат сұрап, әхліні көріп келуге кеткен екен сол кезде. Дүниеден өткен хабарын естіп, менімен мешітке келді дейді. Адамдарды аралап, яғни шетке тұрыңыздар, жол беріңіздер деп, пайғамбар алейхиссалам жатқан бөлмеге кірді. Тура барып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үстіне өзіні тастады. Яғни өзіні тастады дегенде, пайғамбар алейхиссаламның жанына барып отырып, пайғамбар алейхиссаламды құшақтағандығы. Және пешенесінен сүйді. Және мына аятты оқыды дейді. Яғни аяттың мағынасы: ей Хабиб,
яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, яғни ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен де дүниеден өтушісің, және олар да дүниеден өтуші деген аятты оқыды дейді. Құранда аят бар, иннака майитун ва иннахум майитун деп келеді. Яғни ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен де дүниеден өтесің, өлімнің дәмін татасың, және олар да дүниеден өтеді, өлімнің дәмін татады деген аятты сол жерде Абу Бәкір оқыды дейді. Сахабалар айтады, я Расулулла, яғни Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтті ма деп Абу Бәкірден сұрайды. Абу Бәкір енді аятты оқыды ғой. Пайғамбар алейхиссаламға қатысты болған тікелей айтылған аятты оқығаннан кейін сахабалар сұрады, пайғамбар алейхиссалам дүниеден өтті ма деп. Абу Бәкір разияллаху анху ия деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл дүниеден өтті, яғни бұл дүниені тастап кетті. Бұл сөзден барлық сахабалар білді, яғни пайғамбар алейхиссалам дүниеден өткендігі, қайтыс болғандығы. Абу Бәкір разияллаху анхудың аятпен оқыған, яғни жасаған сөзі ақиқат дейді. Өйткені Алла оны белгі беріп, Алла Тағала сол аятты түсірген еді. Кейін және сұрақ қылды, яғни Абу Бәкірден сұрады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жаназа намазы оқылады ма деді. Абу Бәкір разияллаху анху ия деді. Жаназа оқылады деді. Сонда сахабалар қалай оқылады деді. Абу Бәкір разияллаху анху бір жамағат кіреді, 4 тәкбир айтады, пайғамбар алейхиссаламға дуруд салауаттар айтады, және дұға жасайды. Кейін шығады. Кейін басқа жамағат кіреді, тәкбир айтады, дуруд салауаттар айтады, және дұға жасайды. Кейін шығады. Сол жолда, яғни солай жаназа намазы жалғасады, яғни оқылады. Сахабалар айтты, я Расулулла, яғни Расулулла саллаллаху алейхи вассаламды жерге, яғни жерлейміз бе, не істейміз деген. Абу Бәкір разияллаху анху ия деді, жерленеді деді. Сонда сахабалар қайсы жерге жерлейміз деді, яғни қай жерге жерлейміз. Біз өткен сабақта да бір хадисте келді, яғни Мәдинаға жерлейміз ба, Меккеге апарамыз ба, немесе басқа жерге жерлейміз ба деген, яғни сұрақтар болған. Яғни соны, яғни айтып жатқандығы қай жерге, яғни жерлейміз дегенде Абу Бәкір разияллаху анху Алла субханаху ва тағала жанын алған жерге жерленеді деді. Пайғамбар алейхиссаламның, яғни жаны қай жерде шыққан болса, сол жерге жерленеді. Сол жер жерленуге лайықты. Сахабалар білді, Абу Бәкір разияллаху анху рас, яғни ақиқат шын сөйледі. Кейін Абу Бәкір бұйрық берді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның денесіне өзіне жақын болған адамдар жусын деді. Енді бізде оны сүйегі деп айтылады, яғни өзінің туысқандары, жақын ағайындары, яғни соларды, яғни жусын деп бұйырды. Жуындырушы зат, яғни ол Али каррамаллаху важахаху, яғни Али разияллаху анху болды. Аббас және ұлдары, Аббастың ұлы Фазыл екеуі жәрдем беріп тұрды. Құсам және Асама деген, яғни сахабалар су құйып тұрды. Бірақ перденің арқасынан дейді. Және көздерін байлаған халде. Пайғамбар алейхиссаламның лахадын, яғни қабіріні Абу Талха қазды. Кейін халифа тағайындау бойынша, яғни халифа тағайындау үшін машуара қылды, яғни жиналыс жасады. Яғни бұл жерде, құрметті жамаат, мұхажир,
яғни көшіп келушілер, яғни болды. Сонда Абу Бәкірға айтылды. Жүріңіз деді, яғни барды. Ансардардан, яғни болған сол жерге барғаннан кейін, олардың қасына Абу Бәкір барғанда, олардың үлкендері, яғни ансарлардың үлкендері Сақифа Бани Саададан болған, яғни жамағат екен. Олардан Хубаб бин Мунзир деген кісі, біздерден бір әмір, сіздерден бір әмір болсын деп айтты. Яғни ансарлардан біреу болсын, мұхажирлерден біреу болсын деді. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху яғни айтты дейді. Кім ол кісі? Яғни кім болса да, яғни мына адамға тура келе ме? Яғни мына сипатқа тура келе ме деген мағынада. Бұл аяттағы 3 қасиет бар болса. Біріншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен әр қашан бірге болған. Яғни сол жайында. Әсіресе хижрет уақытында үңгірде 2 адамның бірі. Өйткені Алла Тағала Құранда аят бар. Яғни үңгірде 2 адам отырған кезде пайғамбар алейхиссалам жайында келеді. Яғни Абу Бәкір разияллаху анху қорққан кезде ла тахзан инналлаха маана деген, яғни қапа болма, қорқпа, әлбетте Алла Тағала бізбен бірге деген, яғни аят түсіреді. Сол аятты, сол нәрсені меңзеп тұрып айтып жатыр. Яғни әр қашан пайғамбар алейхиссаламмен бірге болған. Яғни үңгірде пайғамбар алейхиссаламмен бірге болған. Яғни сондай адам бар ма? Екінші, Құран-ы Кәрим куәлігі мен сахабалығы дәлелденген. Бұл сұхбатқа егер, яғни қарсы шығатын болса, яғни аятқа қарсы шығатын болса, әлбетте ол кәпір болады дейді. Үшіншісі, Алла субханаху ва тааланың құрметі жамағат, яғни құрметіне лайықты болған. Бұл аятта зікір етілуінше, яғни зікір етілгендей 2 кісі кімдер? Яғни аятта келіп жатыр ғой. Үңгірде болған 2, Алла пайғамбар алейхиссаламмен бірге болған. Яғни сол аяттардағы келген 2 кімдер? Умар разияллаху анху бұл сөзді айтқаннан кейін байат үшін қолын созды. Созғанда да, құрметті жамағат, Абу Бәкір разияллаху анхуға байат қылды. Яғни сол сөздерді айтып барып тұрып, Абу Бәкірге қолын созды дағыны, яғни Абу Бәкірді халифа болуға лайықты екендігін айтып, яғни мен сізге байат беремін деп, яғни сол жерде Абу Бәкірге байат берді. Кейін Сақифаға, яғни жиналған адамдардың баршасы байат қылды, және өте бір жақсы бір байат болды дейді. Яғни осы жерде, құрметті жамағат, хадисте пайғамбар алейхиссаламның соңғы уақыты айтылып жатқандығы, пайғамбар алейхиссаламның ауырғандығы, ол жердегі бір көңіл бөлетін мәселе, құрметті жамағат. Енді бұл көп нәрселерді алсаңыз болады, бірақ пайғамбар алейхиссаламға Айша разияллаху анхума анамыз Абу Бәкір разияллаху анхуды имамдыққа өтсін, айтыңдар деп пайғамбар алейхиссалам айтқан кезде, яғни менің әкемнің көңілі бос, сізді жайыңызда көрмесе жылап жібереді, көңілі босап кетеді, сол үшін басқа біреуге бұйырсаңыз деп айтты ғой. Сол жерде пайғамбар алейхиссалам қайтып өзінен кетіп, қайтып есін жинаған кезде, сіздер Юсуф алейхиссаламның сахабиялары секілдісіздер деген мағынада сөз айтты. Не үшін айтылды дейді сол ғалымдар айтады. Бұл жерде, құрметті жамағат,
айтылу себебі дейді. Айша разияллаху анхума анамыз негізі Абу Бакр разияллаху анхудың қызы ғой. Қызы болғаннан кейін әлбетте қыз жалпы перзент әкесіне жамандықты қаламайды дейді. Әкесінің көңілі бостығыны ол жерде тілге алғанмен, бірақ оның ішінде басқа мақсат бар еді дейді. Пайғамбар алейхиссаламның орнына өткеннен кейін Пайғамбар алейхиссалам тірі тұрып, Пайғамбар алейхиссаламның орнына намазға өтсе, адамдардың көзқарасында жаман болып қалар еді дейді. Адамдардың ойында өзгеше бір ой пайда болатын еді дейді. Айша разияллаху анха анамыз сол жағын ойлады дейді. Бірақ оны ашық айтқан жоқ. Юсуф алейхиссаламның сахабиялар деген, яғни әйел, өйткені білесіздер, Юсуф алейхиссаламның тарихында Зулайха әйелдерді шақырады ғой. Әйелдерді шақырған кезде ол тамаққа деп шақырады. Жалпы әйелдерді тамаққа жинайды, шақырады. Бірақ ол жердегі Зулайханың ойы басқа еді дейді. Ол жердегі ойы Юсуф алейхиссаламды көрсету еді дейді. Өйткені Зулайханы айыптады ғой барлығы. Яғни құлға көңіл бөлдің ба, басқа ма дегенде Зулайханы айыптады. Сонда Зулайха, яғни сендердің баршаңды мен тамаққа шақырамын деп тұрып шақырды дейді. Бірақ мақсат ол жерде Юсуфты көрсету еді дейді. Міне бұл жердегі Пайғамбар алейхиссаламның сендер Юсуф алейхиссаламның сахабиялары секілдісіңдер деген кездегі мақсат дейді. Әйелдердің жалпы айтылып жатыр бұл жерде дейді. Бұл жерде Айша анамыздың өзіне ғана тиісті емес дейді сөз. Сөз жалпы әйелдерге тиісті дейді. Яғни әйелдерде бір нәрсені ішінде мақсат қылып тұрады. Бірақ сөйлегенде басқаша сөйлейді дейді. Пайғамбар алейхиссалам соны меңзеді дейді бұл жерде. Бірақ оны ашық не көрсеткен жоқ. Бірақ мысалмен келтірді. Юсуф алейхиссаламның сахабиялар, яғни әйелдері секілдісіздер деген, яғни мысалмен ол нәрсені түсіндірді дейді. Сондықтан құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сол кейін және Билалға бұйырғандығы, Билал азан айтты, Абу Бакр намазға өтті. Пайғамбар алейхиссаламның құрметті жамағат енді жерлену мәселесінде жан тапсырғаннан кейінгі жуу мәселесінде біраз нелер бар, яғни пәленше мынау жуды, мынау кірді, немесе екі кісі сүйеп намазға шыққан кезде кейбір хадистерде Барира деп келеді, кейбір хадистерде және басқа сахабалар келеді. Соны құрметті жамағат кейбір ғалымдар айтады, жалпы Пайғамбар алейхиссалам мешітке екі кісінің сүйемелдеуімен шыққандығы бірақ рет болмаған деген сондай бір пікірді айтады. Пайғамбар алейхиссалам, яғни бір емес, 2-3 рет сондай адамдардың сүйемелдеуімен, яғни намазға шыққан, сол кезде, яғни біреуі Барира сүйемелдеп шыққандығын көрді, екінші бір сахаба басқа кісінің сүйемелдеп шыққандығын көрді. Сол үшін әрқайсысы өзінің көргені рауаят қылған деген, яғни пікірді айтады. Пайғамбар алейхиссалам құрметті жамағат дүниеден өткеннен кейінгі мәселелер, яғни халифа болған жоқ, яғни халифа бірден сайланған жоқ. Бірақ ғалымдардың несі Пайғамбар алейхиссаламның өміріндегі болған жағдайлардан келіп шығып, Абу Бакрдың халифалыққа лайықты еді дейді. Өйткені Абу Бакрды Пайғамбар алейхиссалам өзі тірі кезінде намазды тапсырды. Сонда құрметті жамағат басқа бір риуаятта, яғни Бухаридің несінде келтіріледі, сахихында Умар разияллаху анху айтқан сөзі бар. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам біздің ақыреттегі ісімізді Абу Бакрге тапсырған кезде не үшін біз дүниелік ісімізді тапсыра алмаймыз деген сөзді айтқан. Яғни халифа басқа болсын деген біраз пікірлер болған ол жерде. Сол кезде Омардың айтқан сөзі, Алла ол кісіден разы болсын, Пайғамбар алейхиссалам ақыреттің ісі болған, яғни ақыреттегі сұралатығын мәселе болған намазды, яғни Абу Бакрге сеніп тапсырып тұрған болса, біз қалайша оған дүниелік ісімізді тапсыра алмаймыз деген.
Енді халифалық жағы пайғамбар алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін жуу жағы нелеу рәсімдері болғаннан кейін Абу Бәкір разиаллаху, Омар және басқалар жағы халифа сайлауға кетеді. Сонда құрметті жамаат тарихта келтіреді, Әли ол жерде болмаған. Халифа сайлау кезінде Әли болмаған. Алла ол кісіден разы болсын. Бірақ сол жерде Әли өзінің ренішін білдірген. Енді оны дін дұшпандары кейбір терең ойламаған, яғни терең үңілмеген адамдар өзара алауыздық деп келтіреді. Бірақ ол жерде құрметті жамаат өзара алауыздық болмаған. Яғни кейіншелік оны Әлидің өзі де айтып өткен, яғни сөздері бар. Мен оның, яғни оның дегенде Абу Бәкір разиаллаху, яғни Абу Бәкір разиаллахудың халифалық болуына ешқандай қарсылығым жоқ деген. Яғни ол халифалыққа лайықты адам. Бірақ бізге бір ауыз айту керек еді деген сөзді айтқан. Өйткені ол не еді ғой? Пайғамбар алейхиссаламның әхлінен еді ғой. Пайғамбар алейхиссаламның ең жақын адамдары еді ғой. Пайғамбар алейхиссаламның әкесінің, мысалы ағасының баласы. Пайғамбар алейхиссаламның енді бұлай алып қарасаңыз інісі болып келеді. Пайғамбар алейхиссаламға күйеу болып келеді. Сондай жақын болғаннан кейін бір ауыз бізге айту керек еді, яғни бір ауыз бізге ескерту керек еді деген ренішім болған деп айтады. Бірақ ешқандай Абу Бәкірдің халифа болуына қарсы болған емес. Оны құрметті жамаат жалпы тарихтан, яғни Абу Бәкір мен Әли разиаллахумдар, яғни Алла ол кісілерден разы болсын, екеуінің өмір тарихын оқыған адам біледі. Яғни бір-біріне қандай көзқараста болды, бір-біріне қандай қолдады, қуаттады, бір-біріне қандай көтермеледі. Яғни сол жақтардың барлығын үйреніп келген адам, оқыған адам, яғни оның екеуінің бір-біріне деген алауыздығы, көре алмаушылығы ешқандай болмағандығын біледі. Бірақ бір ғана сол кездегі ғана жағдайға үңілген адам, сол кездегі мәселені ғана есепке алған адам, ол екеуінің ортасында өзара алауыздығы болған, немесе өзара бір-біріне деген басқа мәселесі болған деген сияқты пікірлерді айтып жатады. Бірақ ол дұрыс емес екендігі. Кейінгі хадис, құрметті жамаат, Анас разиаллаху анхудан келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам яғни сол дүниеден өтеуге жақын қалған кезде, яғни жан алқымға келген кезде Фатима разиаллаху анхуды яғни шақырды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: бұл күннен кейін, яғни әкеңе басқа шақырту жоқ деп айтты дейді. Бұл күннен кейін, бұл күн әкеңе сондай бір нәрсе келді, қияметке дейін басқа оны өзінен ұзақтата алмайды дейді. Яғни қияметке дейін өзінен ұзақтата алмайды дегені, екінші рет қайтып бұл күн келмейді дегені ғой. Яғни жан бір рет тапсырылады. Екінші рет қайтып келмейді деген мағынада. Енді дидар, яғни енді сөйлесу қиямет күнге қалды деп айтты дейді. Пайғамбар алейхиссалам құрметті жамаат өзінің қызына өзінің өлімі кеп қалғандығы, өлімі жақын екендігін білдіргендігі. Бірақ құрметті жамаат, ғалымдар бұл пайғамбар алейхиссаламның өлімі жақын екендігін көп мысалдармен келтіреді. Мысалға, пайғамбар алейхиссалам қажылыққа барды ғой. Өзі өмірінде бір рет қажылық жасады. Сол қажылыққа барған кезде пайғамбар алейхиссалам құтпа оқыған. Қанша 10 мыңдаған сахаба барған пайғамбар алейхиссаламмен бірге. Сол жерде пайғамбар алейхиссалам құтпа оқыған. Сонда пайғамбар алейхиссаламның әр негізгі мәселелерді айтып өткен. Бірақ сол мәселелердің арасында пайғамбар алейхиссалам әр кезде адамдардан сахабаларға сұрап тұрған. Жеткіздім бе деп тұрған. Яғни сахабалардан жеткіздім бе деп сұрағанда сахабалар иә жеткіздің, біз куәміз дегенде пайғамбар алейхиссалам дұға қылған. Яғни көкке қолын жайып, яғни көкке қарап дұға қылған. Алла,
сен куә бол, мен жеткіздім деп дұға жасаған. Соның өзі, құрметті жамағат, жағы сол неде қажылық барысында Майда сүресінің аяты түседі, яғни сіздерге бұл күнде діндеріңізді толықтырдым, нығметтеріңізді толық қылдым, және исламның дін болуына разы болдым деген аят түскен. Сол аят түскен кезде кейбір нелерде, яғни Абу Бакр деп келеді көпшілігі, Абу Бакр разияллаху анху көзіне жас алған. Енді кейбір жерлерде Умар деп айтады. Яғни бұл жалпы сол жерде көзіне жас алып жылаған. Егер дін толық болған болса, дін кемеліне жеткен болса, бұның соңы жақын қалыпты да деп жылаған. Ол да, құрметті жамағат, пайғамбар алейхиссаламның дүниеден өтуіне бір белгі деп айтады. Жалпы сондай белгілер көп болған. Соның бірі, мынау құрметті жамағат, Фатима разияллаху анамызға пайғамбар алейхиссаламның айтып жатқаны. Яғни сонда кейіншелік сұрайды ғой. Фатима разияллаху анамыз бірінші құлағына сыбырлаған кезде жылағандығы, екінші құлағына сыбырлаған кезде күлгендігі риуаят қылынады. Сонда кейіншелік пайғамбар алейхиссалам дүниеден өтіп кеткеннен кейін, яғни Фатима анамыздан сол кезде пайғамбар алейхиссалам не айтты деп сұраған кезде, бірінші айтқан кезде жыладым, яғни дүниеден өтетіндігін айтты. Екінші сөйлеген кезде ол маған ең бірінші баратығын сен боласың деген мағынада айтты, мен соған қуандым деген. Сондықтан пайғамбар алейхиссаламның қайтыс болғаннан кейін 6 ай деп айтылады, яғни Фатима разияллаху анамыз яғни дүниеден өтіп кеткендігі. Кейінгі хадис, құрметті жамағат, Ибн Аббас разияллаху анхудан келеді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мына сөзінен айтып тұрғандығын естім дейді. Менің үмметімнен кімнің 2 перзенті жас, бізде енді шақалақ деп айтады ғой. Яғни сондай нәресте кезінде дүниеден өтіп кетсе, Алла Тағала ол 2 перзенті себебінен оны жәннатқа кіргізеді деп айтты дейді. Сонда Айша разияллаху анамыз айтты дейді. Егер бір кісінің бір ғана перзенті дүниеден өткен болса ше, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімнің бір ғана перзенті дүниеден өткен болса, оның да үкімі сол деп айтты дейді. Яғни нәресте кезінде бізде жаңа айтқандай шақалақ деп айтылады. Жаңа 1-2 жасар, 3-4 жасар әлі балиғатқа толмаған сондай кішкентай шақалақ кезінде шетінеп кеткен болса. Ей, Алла рахым еткір әйел деп айтты дейді. Айша разияллаху анамыз айтады. Үмметіңізден бір кісінің, яғни бір адамның ешбір перзенті дүниеден өтпеген болса ше, яғни нәресте кезінде, шақалақ кезінде ешбір перзенті дүниеден өтпеген, шетінемеген болса ше деп. Сонда пайғамбар алейхиссалам олар үшін мен, бұл жерде енді айтып жатқаны фарат дейді. Шариғат тілінде сондай фарат деген сөз бар. Яғни мен сондаймын деп айтты. Үмметім үшін менің дүниеден өтуім, қафа болуы, яғни менің дүниеден өтуіме қайғыруы ахлы әулетінен, яғни ренжуінен де артық тұрады деп айтты. Бұл, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңа айтқанымыздай, дүниеден өтуін ойлаған адам, ақиқатта пайғамбар алейхиссаламға лайықты үмметпін деп өмір кешкен адам, әлбетте пайғамбар алейхиссаламды дүниеден өтуін еске алған кезде қайғырады, мұңаяды. Бірақ жаңа бұл жердегі айтылып жатқан мәселе, қияметте пайғамбар алейхиссалам шапағатшы болатындығына меңзейді. Фарат деген нәрсе, құрметті жамағат,
Былайша түсіндіру болса, мысалы бір жерге әскер жіберу керек болатын болса, сол жерге алдын ала әскердің жәулік бәрін жібермейді. Бізде енді анау барлаушы деп жатады ғой. Сол барлаушы деген секілді, сондай секілді адам, яғни барып, сол жерді барлап, қай жерге қонса болады, қай жерге жай салса болады, қай жерде түнесе болады, соларды көріп жағдай жасап тұратын адам деген мәселеде. Яғни бұл дүниеден екі немесе бір баласы шетінеп кеткен адамға, сол шетінеп кеткен перзенті баласы арғы дүниеде оның алдынан қарсы алады. Яғни соның шапағатымен, соның кереметімен, яғни ол әке шешені Алла Тағала жәннатқа кіргізеді деген мағынада. Ал енді ешкім, яғни жаңағы ешқандай бір де перзенті нәресте кезінде шетінеп кетпеген болса, ондай үмметімді мен қарсы аламын дегені. Пайғамбар алейхиссалам, құрметті жамаат, үмметіні солай, яғни жақсы көргендігі, үмметі үшін қайғырғандығы, үмметі үшін, құрметті жамаат, дүниеден өтіп бара жатқан кезде де үмметім деп дүниеден өтіп кеткендігі. Ал енді біз, құрметті жамаат, жалпы мұсылмандар енді бұны әрбір адам өзіне сұрақ қою керек. Өзі бір былайша айтқан кезде мынау бас киімді жанына қойып алып ойлану керек. Яғни мен Пайғамбар алейхиссаламды пайғамбарым дедім, бірақ соған лайықты қандай іс жасап жатырмын. Яғни Пайғамбар алейхиссаламға үммет болуға лайықты менің ісім бар ма? Біз, құрметті жамаат, мына қазір Пайғамбар алейхиссаламның дүниеден өтуі жайындағы тақырыпты бітірдік. Оған дейін Пайғамбар алейхиссаламның жалпы қасиеттерін оқып шықтық. Енді сол қасиеттерді өзімізге сіңіре алып жатырмыз ба? Мысалы, күлетін жерде күліп, әзілдесетін жерде ақиқатты айтып әзілдесіп, немесе біреуге мысал үшін зиянымыз тиіп қалған болса, содан уақытында кешірім сұрап, көпшіліктің ішінде өзімізді қалай, яғни ұстап, адамдарға, құрметті жамаат, мәмілеміз қалай болып жатыр? Бізбен сұхбат құрған адам, мысалы Пайғамбар алейхиссаламның тарихында оқыдық. Пайғамбар алейхиссаламмен бір сұхбаттасқан адам екінші рет қайтып сұхбаттасқысы келер еді. Ешбір адам Пайғамбар алейхиссаламмен жол серік болғаннан кейін Пайғамбар, яғни Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мынандай екен деген әңгімені айтқан емес. Біз сондай бола алдық па? Әрбіріміз, құрметті жамаат, осы жайында бір ойланып көрейік. Яғни қандай амал жасап жатырмыз, не істеп жатырмыз? Пайғамбар алейхиссаламның үмметі деген атқа біз лайықпыз ба жалпы? Алла субханаху ва тағала барша жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін, пенделікпен жіберген қата кемшіліктерімізді мағфират етсін. Алла екі дүниеде өзінің сүйген құлдарының қатарында болуды нәсіп етсін. Құрметті жамаат, жалпы біздің кітабымыз аяқталып келе жатыр. Мынау Пайғамбар алейхиссаламның дүниеден өтуін оқып бітірдік. Бұл жағында енді, құрметті жамаат, Пайғамбар алейхиссаламның мирас, яғни және де Пайғамбар алейхиссаламның түсте көру мәселесі ғана қалып тұр. Екі тақырып қалды, иншалла. Екі тақырыптан кейін бұл кітабымызда аяқталады. Енді жалпы кітапты оқып шыққаннан кейін біз, құрметті жамаат, яғни өзгердік па, өзгермедік па? Пайғамбар алейхиссаламға деген махаббатымыз, сүйіспеншілігіміз артты ма, артпады ма? Бұны, құрметті жамаат, әрбір адам өзіне сұрақ бір қойып көрсін. Алла баршадан разы болсын, екі дүние жақсылығын берсін. Алла Тағала қияметте пендем деп, Пайғамбар алейхиссалам үмметім деп, өз Пайғамбар алейхиссаламның шапағатына лайықты болуды нәсіп етсін. Алла баршаңыздан разы болсын.